Құрметті достар, бұл видео менің архивімде жатып қалған видео, бірақ сіздермен бөліскім келді. Менің 4 бала шағам бар, соның үлкені Алматыда Сүлеймен Демирел атты университетінде білім алып жатыр. Бірінші семестрді аяқтап, сапардан келуі барлығымызға сюрприз болды, бірақ мен білдім. Мен пойыздан түскен уақытта барып қарсы алып, ештеңе білмегендей болып, атасы мен әжесіне келіп отырдым. Бала негізі атасы мен әжесіне сюрприз жасағысы келді. Келетін күнін дұрыс айтқан жоқ. Сонымен не керек, олар күтпеген жерден балам есіктен кіріп келген кезде атасы мен әжесі осылай қарсы алып, тіпті бауырлары да білмеген еді. Міне үлкен қызым да эмоцияға беріліп, ұйықтап жылап, өзін тоқтата алмай жатыр. Барлығымыз да кішкене көзімізге жас алдық. Әрине бұрын соңды атасының қасынан шықпаған бала міне үлкен сапарға шықты, содан өзі барып, өзі келіп, сюрприз жасап қуантып жатыр. Аман есен бірінші семестрді аяқтап ортамызға оралды. Ал қазір бұл бала міне екінші курстың бірінші семестрін аяқтап келді осы каникулда. Қазір қасымызда. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Барлығымызға осындай қуанышты сәттер жосты болсын деймін. Ал видео ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Балдармен келе жатыр ғой.